Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нука KZ. Бүгінгі видеода мен модқа обзор жасауда әрмен қарай жалғастыратын боламын. Видео бастамай жатып арна тіркеп лайк басып комментарий жазыңыз. Достар, бүгінгі видеода өте керемет модқа обзор жасайтын боламын. Так что, достар, лайктарыңызды смело басып отырыңыздар. Ал ендеше видеомызға кеттік. В общем, достар, модты қосқан кезде айналаңыздың барлығы осындай тақыр болып қалады. Себебі бұл жерге ядерный бомба жарылған. В общем, сондай мод өзінің осындай ерекшелігі бар. Так, қазір енді сіздерге мылтықтарды көрсетіп кетейін. Қару-жарақ, анау мынау. Бұнда енді заттардың түр-түрі бар, выживанияға арналған. Енді выживанияны жақсы көретіндерге бұл мод өте керемет деп ойлаймын. Барлығы ішінде ойластырылып қойған, қарастырылып қойған деген. Так, бізде бұл фонарикті қазір енді қараңғы жерге түсіп көрейік. Мінекей пещера бар екен бізде. Так, фонарик өте керемет жасап тұр. Не? Уші, ну, құдай қандай. Ұшам, не мұны? Мамыны скорпион ба, не мұны әлі? Көз жап-жасы ма? В общем, осындай мутанттар пайда болады. Енді обычный модтардың осындай мутанттар пайда болады. Мынау бізде пистолет. Так, атып көрейік мынаумен. Так, шошқаның еті осындай сұрма, сары түсті болып кетеді. В общем, енді барлығы уланған ғой. В общем, мынау бізде копьеда. Копье бізде осы лақтырылады и қайтып қолға алуға болады екен. Так, өте жақсы достар, өте керемет жасалыпты. Так, бұл бізде крюкті. Бұл бізде крюк. В общем, осындай тұрасыздар да атасыздар, сол жерге сізді тартады. Так, жақсы. Так, тағы да бізде не бар екен көріп жіберейік. Броня. Так, броняларды қарау керек. Бізде снайпер алып көрейік. Енді снайпер өте қатты ұнайды өзіме. Енді бұнда енді снайпер өте керемет жасалыпты. Тіпті перезарядканың өзі де жасалған екен. Өте керемет мод. Выживанияға өте керемет мод. Барлығы ойластырылған. Так, бізде броняның неше түрі бар екен, енді сөз жоқ. Енді мен үстіме киіп алған бұл енді андай радиациядан қорғайтын костюм, арнайы костюм. Енді специально киіп алдым. Бірақ менде творческий ғой, сонда да киіп алсалдым. Так, бізде қылыштар да бар екен, барлығы бар екен. Так, бізде бұнда тамақ, укол, анау мынау бар, в общем, достар. Бізде скраптар. Так, мынау желе ме? Жейтін нәрсе ме? Жоқ, бұл бізде жейтін нәрсе емес. Просто қалдық қой, в общем, сондай бір өлі. Так, тағы не бар екен бізде? Так, мұнда енді бізде жұмыртқалардан не бар? Так, айтпақшы достар, мына жерде айтпақшы, бұл модты қосқан кезде сіздерде қала пайда болуы мүмкін. Осындай заброшкалар болады, үйлер. Соның ішінде лутать етесіздер, анау мынау. Айтып тұрмын ғой достар, өте керемет жасалған, барлығы қарастырылып қойған кәдімгі сіздердің выживанияларыңызға. Так, осындай үйлерді лутать ету арқылы выживанияларыңызды жалғастырасыздар. Енді бұл модта басты мақсат сіздердің выживать етулеріңіз, в общем. Так, бұнда енді барлығы заражение дейма, сондай болып кеткен, в общем. Так, бізде тағы не бар еді, көріп жіберейік. Енді бұнда зомбилар мен жануарлардың түрін барлығын өзгертіп тастаған. Так, мынарды алып аламыз. Бір шарқ қойып. Мынау не? Осындай жыбырлақтарға жынын кетіп бар өкем. Сұқымсыз ба? Ё-майы. Зомби ғой талпы. Көрдіңіздер достар, зомбидің түрін өзгертіп тастапты. Бұл типі бізде мутант зомби. Мутант дегенде кішкене енді заражение алып қалған зомби ғой. Мынау бізде крокодил ма қалай? Аллигатор дей ма? Аллигатор деп тұр ғой. Так, бұл бізде аллигатор екен. Бұл енді явно атаковать етеді ғой. Үйін үстінен алған. Так, өте керемет мод екен. Барлығы қарастырып қойған. Бұл бізде олен, в общем, елік па қалай қазақша, солай. Так, судың өзі біртүрлі болып тұр ғой, түсі. Мынау не? Қоңыз ба? Достар, сіздерге дауыс естілмеуі мүмкін. Менде естіліп тұрып шық деп қалған андай. Кинода болмай ма?
нелер үлкен қоңыздар жүргендегі жүрісше суған құс өйткем шықылдап ше еркенішті ғой, ё-моё. Так, ауыл бар екен мен жерде, өте керемет. Так, бірақ енді ауылға ештеңе болмапты. Так, күшті болып жатыр закат дейді. Ал ендеше достар, осымен видеомыз соңына жетеді. Видеоны сарнатырке лайк басып комментарий жазамыз. Бүгінгі видеода осындай керемет выживанияға арналған модқа обзор жасаған болатын. Осы мод ұнаса Telegram арнама қалдырып кететін боламыз. Сонан жазып алып ойнасаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы өте керемет жасалған. Енді видео ұнаса арнатырке лайк басып комментарий жазамыз. Келесі видеода да осындай қызықты модтарға обзор жасайтын боламын. Ал ендеше достар, қош сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.